Кайырлы күн достар, сиздермен бүгүн адеттегидей жаңа рецепт лимонды пирогдун рецепти. Видеонун соңуна дейин көрүңүздөр. Адеттегидей курамына кажеттүү заттарды описаниеде көрсөтүп өтөтүн боламын. Эң алдымен бир лимонуңузду, үлкен болсо, эгер кичкентай болсо 1,5 лимонуңузду ыстык суу менен куюп, одан кийин осындай бөлшөктөргө бөлүп, блендердин көмөгү менен осулай усак каша сыяктуу езип алатын боламыз. Міне осы видеода көрсетілгендей осындай каша сияқты жақсылап барлығын біркелкі етіп каша жасап аламыз. Ешқандай да тұқымдары болмау керек. Кесіп жатқан кезде барлық тұқымдарын алып тастау керек болады. Енді келесі ыдысымызға сары майымызды микротолқынды пеште ертіп аламыз, немесе газда ертіп аламыз. Оның үстінен шым-шым тұзымызды салып, шекерімізді салып, жақсылап біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей сары майымызды жақсылап осылай ертіп аламыз да, оның үстіне құрамдарды, қажетті құрамдарды салып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алдым. Енді келесіде басқа ыдысқа 3 жұмыртқамызды осылай кезек-кезек жарып салып, оларды да біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Лимонды пирог өте керемет, өте дәмді шығады. Ол сіздерге өте ұнайды деген ойдамын. Дәмі кішкене қатты тәтті де емес, кішкене қышқыл тәтті болғандықтан ол сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Енді осы жұмыртқалардың үстіне, араласқан қоспамыздың үстіне май мен шекер араласқан қоспамызды салып алып, жақсылап біркелкі етіп араластырамыз. Оның үстіне дайын болған пюремізді, лимоннан дайын болған пюремізді салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жақсылап түйіршіктеріне қалмас үшін жақсылап венчиктің көмегімен осылай араластырып алыңыздар. Енді қажетті ұнымыздың үстіне жарты шай қасықтай ас соданы салып, оны араластырып аламыз. Яғни құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап араластырып алатын боламыз. Оны дайын қоспаларымыздың үстіне ұнымызды салып, және де жақсылап әрі қарай араластыратын боламыз. Ешқандай комоктар, түйіршіктер қалмау керек. Менде осындай қоспа дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай, енді пешімізді алдын ала қыздырып қоятын боламыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып алып, пирогымызды 35-40 минутта жақсылап пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды осылай зубочистканың көмегімен тексеріп аламыз. Егер жабыспаса, онда біздің пирогымыз жақсылап толықтай пісіп шықты дегенді білдіреді. Енді шет-шетінен алып, пирогымыздың үстіне осылай сахарный пудрамен сеуіп әрлеп алатын боламыз. Қажетіңізше өзіңіз қалаған заттармен әрлеп алсаңыз болады. Менде осындай пирог болды. Формамның диаметрі 26 сантиметр болғандықтан пирогым кішкене жайылып, осындай көлемде көтеріліп шықты. Егерде сізде формаңыздың көлемі одан да кішігірім болса, онда сізде одан да биік, өте әдемі, тәтті осындай пирог дайын болатын болады. Пирог құрғақ емес,